Сәлем достар, баршаңызға сәттілік тіледім. Қазіргі сәтте мен сіздерге Фаберликтің керемет соңғы шығарып жатқан маскаларын көрсеткім келіп тұр. Мынандай әдемі, егер біреуге сыйлыққа тартқыңыз келсе, осындай әдемі Фаберлик деген, Glam Team деген осындай жаңағы ыдысшаға, қорапшаға салып берсеңіздер де болады. Қарап отырсаңыз, біреуге сыйлық жасағанға да өте әдемі көрінеді. Енді мен бүгін сіздерге мына 3 маска жайында көрсетейін. Мысалы, қарап отырсаңыз, Instagramers дейді, яғни қазір көп адам Инстаграмға, ютубқа түсіп, блог жасап, канал жүргізіп, және неше түрлі жарнамалар жасап, бизнесті дамытып, яғни адам шақырып деген сияқты рекрутинг жасап, және де басқа өз пайдаңызға өзіңізді немесе адам өзінің психологиялық тұрғыдан сыртқы кейпін, келбетін түсіріп көрсетудің өзі де Инстаграмның бір ерекше сәттері болып саналады. Сондай сәттерге көбінесе өздеріңіз білесіздер, әдемі түсу, ең басты мәселе әдемі түсу, жақсы түсу адамға бір себеп болып саналады. Сол ретте сіздің бетіңіз, сіздің бет келбетіңіз, оның тазалығы, әдемілігі, экрандағы ол мынау Инстаграмда жақсы көріну, әрине фильтрлер де бар, бірақ фильтрге қарамай табиғи тұрда жақсы сәтті әдемі көріну өз қолдарыңызда. Күнделікті күтім жасау, барынша күтім жасап, бетті әдемілеу, әрлеу әр әйелдің жаңағы белгілі бір жақсы өмірге деген, өзінің жақсы көңіл күйіне деген құлшынысы болып саналады. Сондықтан айтатыным, маска жасау ол қосымша күтім болып есептеледі. Негізгі күтім, өздеріңіз білесіздер, бетті тазартудан, бетті освежать, яғни балғындаудан тоникпен, және де ол ашылған клеткалардың орнын минерал витаминдермен толтырып, яғни увлажнение жасаудан тұрады. Енді қарап отырсаңыздар, бүгін мен маска деген ол күнделікті бетті тазартқаннан кейін, тониктағаннан кейін, немесе тазартқаннан кейін жасалатын зат. Аптасына бір 2-3 мәрте. Бұл ретте Фаберликте масканың түрі көп әрине. Соның ішінде мен соңғы шығарған мынандай маскаларды көрсеткім келіп тұр. Қазір мен ашып, 3 масканы, біреуін маңдайға, 2 түрін 2 бетке жағып сіздерге көрсетемін. Жаңа мен бетімді бірінші негізгі тазартуда бет күтімінде бетті жуып алу қажет. Мен жаңа ғана осы Гардарика деген өзімнің жасыма сәйкес 40+ арналатын осы Гардарика пенкасымен жуып шықтым. Бұл пенаны өздеріңіз білесіздер қандай екенін. Бұл пена жаңағыдай осындай пена кейпінде бетті әдемілеп тазартуға арналған. Иісі де өте керемет, және бетті жақсы тазартып балғындайды. Мен осындай пенкамен бетімді тазартып шығардым, жуып шығардым. Енді қазір тағы бір тоникпен бір қарап отырсаңыз, қазір менде Айсевол сериясының тонигі, және де бізде мынандай бетті балғындайтын, бетіңізде безеу болып жатса, мынандай тониктар бар, ультра клин деген, немесе мицеллярлық сулармен де сүртіп алуыңызға болады. Болмаса биоматик деген мицеллярлық сумен де сүртіп алуға болады бетті. Болмаса балғындайтын, бірден тазартатын мынандай бетті себесіздер. Мойынға да ұмытпаңыздар, міндетті түрде бет күтімін жасаған кезде мойын күтімінде ұмытпау керек. Және бетті жаңа жуып болғаннан кейін, немесе бетке тоник жағып болғаннан кейін, бұлай бетіңізге кәдімгі салфеткамен сүртіп алуға болады бүйтіп. Бетті үйкеп сүртуге болмайды. Сондықтан қазір мен сіздерге маска жағып көрсетейін. Масканы ашамыз. Қазіргі түрі көріп отырсаңыздар, искрящаяся маска для лица Gold Instaglamers дейді. Міне қарап отырсаңыз, бұл беттің әдемі, балғын, сәтті болуына жақсы әсер ететін маска болып саналады. Max Beauty Ave комплекс дейді, дарит ощущение ухоженной свежей кожи деп тұр. Яғни беттің ішінде Ave дегені, ол алоэ верасы бар екен ішінде құрамында. Бұны бетке жағып 10-15 минут ұстаймыз. Міне қазір менің ашып жатқаным мынау біздің Фаберлик Instaglammer, міне бұлай көрініп тұрады. Бұл маска жаңадан шыққан. Міне ашып, міне көріп отырсыздар, мынандай беті жабылған, сақталып тұрып.
осы бетін ашқан кезде міне қолдың сіз белгілі бір палитраға салсаңыз болады, болмаса мен көбінесе жай былай айтқан кезде жай үйдің несімен қалпымен алғанда қолдың бетін сыртына ғана саламын. Бізде негізі менде кисточка да бар тұғын бетке маска жағатын, бірақ мен қазір сіздерге жай ғана қолмен жағып көрсетемін. Және мына көздің айналасына жақпайсыздар. Мынау золотой маскасы. Көздің айналасына жақпаймыз. Бетке мына бетке ғана жағасыздар. Себебі мына бетке қарағанда көздің айналасының терісі 10 есе жұқа болып саналады, және көбінесе бетке жағатын маска кремдер сәйкес келмейді. Иісінің өзі өте керемет. Мен бетінде масканы көріп отырсаңыздар, қазір әдемілеп тұрып жағамыз молынан. Бір бетке мен сары түсін көріп отырсаңыздар, инста маска Фабеликтің. Міне бет күтімін жасауға көп әйелдер ерінеді. Менде де болады ондай сәттер негізінде. Бірақ ерінуге тұрады деп айта алмаймын. Күніге бар болса сіздердің өздеріңізге спас процедура ретінде 10-15 минут уақыттарыңызды бөліп, осындай маскалар жағып бетіңізді күтулеріңізге болады әдемілеп тұрып. Міне, мынау золотой масканы жақтым бетіммен бір жағына. Новинка. Так. Әдемілеп тұрып жағамыз. Міне, барынша жағып жатырмын. Тіптен кейде мойынға дейін жағуға болады. Қазір мен оны енді бұл масканы қалдығын қолдан сүртіп тастайын. Так. Енді бір екінші бетке біздің мына жерде көріп отырғандарыңыздай маңдайға жағып көрейік. Бұл искрящийся маска для лица, purple дейді, яғни фиолетовый түстес, қызғыш фиолетовый түстес, күлгін түстес. Міне бұлда да алоэ вера бар құрамында. Тек түсі, бұл инста масканың түсі, міне өздеріңіз көріп отырғандай фиолетовый күлгін түсті. Міне бұлда жаңадан ашып жатырмын. Көріп отырғандарыңыздай. Оны да жаңадан ашып, қолға сеуіп көрейін. Күлгін түсті. Ой, қандай әдемі түсті. Көріп отырсыздар. Енді оны маңдайға жағам. Жаңа ғана қолымды сүртіп алдым тоникпен. Енді оны маңдайға жағамыз. Қандай да жаққан кезде де иісі өте тамаша. Прям адамға бұның өзі күшті релакс береді. Так, керемет релакс береді. Жағып жатқан кезде өзі текстурасы да жұмсақ, сондай иісі де өте керемет. Ондай резкий запах жоқ, бір жақсы қымбат иіссулардың, кішкене нежный иіссулардың иісі тұрады екен. Енді қазір дұрыстап тағы да кішкене молырақ қылып жағайық бетке. Қанша салонға барып, енді арасында әрине глубокий очистка жасағанға не жетсін, бірақ күнделікті аптасына 3 мәрте бет күтіміне арнау үшін күнде салонға барудың да қажеті жоқ. Өйстіп үйде отырып Фабеликтағы неше түрлі маскаларды міне бұл ретте көрсетіп жатқан осыны инста маскаларды да алып пайдаланып өзіңіздің бетіңізді әрлеп әдемілеуіңізге болады. Міне фиолетовыйын жақтым маңдайға. Енді мына бетіме мен қазір сіздерге фиолетовыйды былай ортасынан келтіріп қояйық. Бетім жалтырап, мынадан қазір тағы да қалған қолдағыны сүртіп тастаймыз салфеткамен. Әбден алып сүртіп тастаймын. Өзі негізі Коко Шанель айтқан ғой, әдемі емес әйел жоқ, әдемі болғысы келмейтін әйел бар деп, яғни өз-өзіне сенімсіз, өзіне уақыт бөлгісі келмейтін әйелдер бар. Сондықтан сіздер ең бірінші өмірде бақытты, сәтті, әдемі болғыңыз келсе, өз-өзіңізді тұлға ретінде бағалағаныңыз, әйел ретінде бағалағаныңыз жөн. Сіз өз-өзіңізді сыйлап, өз-өзіңізді күтіп, жақсы көрсеңіз, айналаңызда тума-туысқан ең басты жақын адамдарыңыз, жұбайыңыз, балаларыңыз да, айналаңыздың барлығы сізді де солайынша жақсы көре бастайды. Солай жақсы көреді.
себебі өзін өзі ұмытқан әйелдерді айналасы да ұмытып кетеді. Сол үшін де күнделікті күтім жасап тұрған дұрыс. Міне мен сіздердің көздеріңізше міне енді міне күміс түрлісін аштым. Мына жаққа алтын, мына жерге күлгін, яғни фиолетовый. Енді мына жерге күміс маска жағамыз. Ай, бет дегенге әдемілеп жаға берсең шүкір жетеді. Мына маска өте маған ұнап отқаны, өте сондай иісі де керемет, нежный, сондай прям релакс беретіндей. Не, осындай түрін жағамыз. Аяқ алтын, аяқ күміс. Бетіңізді алтындап, күмістеп, маңдайыңызды күлгін түске арнап, осындай разноцветная радуга болып отыр. Бір жағынан қуаныш та сыйлайды бұл сәттер. Бір жағынан релакс та сыйлайды. Сөйтіп, өз беттеріңізді өзіңіз әдемілеп күтсеңіздер болады. Бұны арнайы кисточкамен де жағуға болады. Ал егер жоқ, өзіңізше үй қалпында жаға берем десеңіз, осылай қолмен де жағып тастауыңызға болады. Міне масканы жағып, бір жағына алтын түстес қылып жақтық, бір жағына күміс түстес қылып жақтық. Енді қазір мен тағы тоникпен сүртіп жіберейін қалған. Салфетка тоникпен сүртіп тастаймыз. Аяққа алтын түсінен де кішкене жағыңқырасам деген ойым бар болып тұр. Алтын түстен де жағыңқырайық. Жоқтарға. Оның айналасына. Енді осылайынша 15-20 минут. Негізі мойындарыңыз ашық болса, мойындарыңызға да жаққан абзал негізінде. Өстіп 15-20 минут отырамыз. Маска жаққан кезде негізі мен сіздерге көрсету барысына тек сөйлеп көрсетіп жатырмын. Негізінде маска жаққаннан кейін барынша сөйлемеуге тырысу керек. Төмен қарап жүріп, көп әйелдер масканы жағатта ой, қазір тіршілік істей салайыншы дейді ғой. Маска жаққан кезде тіршілік істемеңіздер. Керісінше өз-өздеріңізді күтіп, кешкі уақыттар болсын, бір уақыт арнап, көзді жұмып, медитация қосып қойып, релакс алып жасасаңыздар өте керемет. Және төмен қарамауға тырысыңыздар. Себебі төмен қараған сайын бет салбырай түседі. Сондықтан бетті әдемілеп күтіп, жақсылап осындай маскаларыңызды жағып, медитация жасап, релакс жасап, тыныш, әдемі ұйықтауларыңызға болады. Енді қарасаңыздар, бұл масканы осылай 10-15 минут қойып, және оны жуып тастаймыз. Мен сіздерге бұның жуған несін бетті жаққан кезде мына кәдімгідей реакция сезіледі. Реакция дегенде бұл кәдімгі беттеріңіз мұздап, әдемі болып, қазір мен бізге кері әсерін тигізіп жатқан даусымен өшірейін. Өте керемет сондай сезім сыйлайды. Кәдімгідей балғындықты сезініп отырмын. Менің өзім, міне, мына жағын алтын маска жақтық, мына жағына күміс, purple дейді, яғни мына жақтарға фиолетовый жағып, былайынша күшті. Мына басымдағы бантик, мынандай маска жағуға, бет жууға арналған мынандай киілетін арнайы бантик, бұл да Фаберликтікі. Мен үйдегі барлық ер азаматыма, бала шағама, киім-кешек болсын, іш киім, және де барлық бет күтімі, асханаға арналған заттар. Мен өзім тамақ жасағанды да жақсы көрем. Асханаға арналған жуғызатын барлық заттардың барлығы, ыдыс-аяқ жуатын, тазартатын, үйдің бәрін тазалығын ұстайтын, және де бет күтіміне арналған киім-кешек, аяқ киімнің барлығын қазіргі сәтте мен уже біраз жылдар бойы осы Фаберликтен аламын. Бет күтімі де өте кереметін барлығы. Қазір енді мен қарап отырсаңыздар, бетім 40-қа таяп қалған, 40 жаста почти, жасым. Бірақ өзім байқайтыным, және де елдің де маған айтатын комплименті, сәл толығырақ болсам да, бірақ бетіңіздің айналасында әжім жоқ дейді. Яғни ол да осы Фаберликтің арқасында деп айта аламын. Міне енді 10-15 минут сіздерге, маған 10-15 минут, сіздерге 1-2
минут сияқты көрінеді осы видео түсіру барысында. Қазір отырып осы масканы енді 15 минут өтті, жуып тастаймыз. Ең қазір сіздерге барып жуып жүрмес үшін тікелей түсіріп атқандықтан осылай тоник жағып салфеткамен жуып тастауды көрсетейін, иә? Қарап отырсаңыздар, салфеткамен жуып тастаймыз. Так. Не, жақсылап жуған кезде де оңай шешіледі. Кәдімгі бетіңіз асты деген баланың терісі сияқты жұмсақ, өте сондай әдемі болып көрінеді екен. Қазір қалған басқа. Ой, қандай керемет. Жуған сүрткен кезде де беттеріңізді массажный линиямен жуғанда да сүрткенде де массажный линиямен сүртіп жууға тырысыңыздар. Сол кезде бетіңізге өйткені беті екелеп жуатын болса, бетті айғыз қылып жуа салады, былай кейбір адам. Ол дұрыс емес. Бетке әжім түсудің көптен көп бір факторларының бірі содан басталады. Яғни бет күтімінде бетке де бір ерекше қарау керек. Ерекше қарап, ерекше күтім жасау керек. Яғни ол бір қиын зат емес. Тек кішкене жаңағы айтылған қағидаларды сақтасаңыздар болды. Күшті қандай. Өйстіп, әбден масканың қалдығын қалдырмастан. Негізі сіздер сумен жуып тастасаңыздар болады. Мен сіздерге осы экраннан алыстамай бірден тоникпен де кетіру жолын көрсетіп отырмын. Қарасаңыз қандай бет деген, міне қалған масканың қалдықтарын бәрін алып тастаймыз. Бет деген кәдімгі кішкентай баланың беті сияқты өте жұмсақ болды. Егер сіз әрі қарай тағы мицеллярный сумен де сүртем десеңіз, мицеллярный сумен де сүртіп алуыңызға болады бетіңізді әбден тазартып. Ой, қандай керемет мысалға. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бетке маска жасап болғаннан кейін бетті әдемілеп тұрып, енді беттің терісі ашылды ғой, енді орнын минерал витаминдермен толықтыру керек. Менде целый арсенал. Және де мынандай менде Фаберликтің осы нано жаңа бетке себетін нано тонигі бар. Сондай бетке сеуіп, бұны міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Бетке сеуіп, бұл да қосымша ылғал береді. Оттегімен қамтамасыз етеді. Міне, көрініп тұр ғой деймін, себіліп атқан, иә? Мынандай, ол бетті әдемілеп әрлеп алуға болады. Және де, енді біз әдемілеп тұрып, мен крем жағайын. Менде кремнің түрі бар. Мына океаниум кремі де маған ұнайды қатты. Бірақ қазір мен варио крем уже таусылға да таяп қалды. Өте жақсы. Менің бетім майлы бетке жақын, комбинированныйдың өзінде де, араластерінің өзінде де майлы бет есептеледі. Сондықтан ешқандай бетке артық майды сездірмейтін, бірден тез сіңіп кететін осы варио сериясының, міне, крем флюид, варио сериясының крем флюидін жағам. Міндетті түрде маска жасағаннан кейін бетке массажный линиямен осылайша күтім жасағандарыңыз абзал. Және тек қана бетке емес, барынша мойынға да құлақтан былай асырып тұрып жасауға тырысыңыздар. Барынша жақтық. Бұл бетке арналған крем. Көз айналасының кремдері бұл ерекше бөлек болып саналады. Себебі жаңа айтып кеттім. Көздің айналасының терісі, мына бет терісіне қарағанда 10 есе жұқа. Көріп отырсыздар, енді көріп отырғандарыңыздай мынаның барлығын алып қоямыз. Және де мен сіздерге енді біздің Фаберликтің мынандай маска жасағаннан кейін бетті күтетін тағы да бір ерекше массажоры бар. Соны да көрсетуіме болады. Енді ол массажормен де бетті әдемілеп массаждап ылғалдандырып тұрған кезде жасап алуға да болады. Болмаса өздеріңіз көріп отырсыздар, бетім қандай балғын болып қалды. Мен жақынырақ көрсетейін экранға. Балғынданып, өте керемет, жас баланың терісі сияқты болып тұр. Сондықтан осы Фаберликтің керемет инста, қазір міне мен алдынан көрсетейін сіздерге, міне менің барлық пайдаланып жатқанымның барлығы осы жаңағы новыйдан шыққан инста гламер атты біздің
маскілер және де міне барынша осы заттар болып саналады. Қарап отырсаңыздар, айнаға дейін Фаберлик. Барлық күтімді өзімше үйде осындай Фаберликтің барынша заттарымен жасаймын. Бетті өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, жаңа бетке жаққанға дейінгі және кейінгі балғындық экран арқылы да сезіліп көрініп тұр деген сенімдемін. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Осылай бет күтімін жасап, әдемі болып, сұлу болып жүре берулеріңізге болады. Шаштарыңызды ары қарай әрлеп, дұрыстап, шаштарыңызды дұрыстап тұрып, мен енді душтан кейінгі шаш. Бірақ өздеріңізше ары қарай прическа жасап, бетті әрлеп, мына әрлегеннен кейін үстіне ары қарай сіздер жақсылап тұрып, тональный крем жақсаңыздар болады. Тональный крем жағып, ол туралы тағы да бөлек видео түсірем. Бетіңізді одан сайын тегістеп, ағартып, әдемілеп, қастың бәрін әдемілеп бояп, ары қарай декоративный косметикамен жақсылап күтім жасап, одан сайын сұлу болуларыңызға болады. Мен сіздерге бүгін күтім жасаудың міне тағы бір маскілермен жасалған Фаберликтегі түрін көрсеттім. Енді баршаңызға тек сәттілік тілеймін. Менің каналыма, Инкаралиева каналына жазылыңыздар, және де лайк, дизлайк дейді, әйтеуір барынша қойып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Тағы қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Және көп менің видеоларыма комментарий жазып жүрген, жақсы комментарий жазып жүрген кісілерге бір айлық көлемде мен шыққан видеоларыма байланысты қарап, шолу жасап, өзім арнайы сыйлық жіберемін. Барынша барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Егер сіз Фаберлик компаниясына тіркелмеген болсаңыз, менің осы төмендегі описание дейді, яғни осы видеоның астындағы мен көрсетілген реквизиттарға менің жаңа WhatsApp контактыма шығып, тіркелулеріңізге болады. Тегін тіркеліп, сыйлықтар алып, және де барынша менен тегін кеңес алып, ары қарай бизнес жасағыңыз келе ма, бет күтіміне байланысты кеңес керек па, барынша тіркелгеннен кейін менімен хабарласуларыңызға болады. Менімен тіркелулеріңізге болады маған хабарласып. Барлықтарыңызға сәттілік.